Саламатсыздар ма? 1-20 есемізде санның кубы түрінде жазыңыздар дейді. Жиырма жеті ол 3-тің 3 дәрежесі, я? Бұл енді ашықтап керек емес деп ойлаймын. 3-ті көбейтеміз, 3 рет дейміз ғой. Сонда 3-ім 9, 9-ды 3-ке көбейтеміз. 27. Осылай шығады. Барлығы осылай. Минус 64 ол минус 4-тің 3 дәрежесі болады. Ашықтайтын болсақ, минус 4-ті бір-біріне 3 рет көбейтеміз. Минус пен минус көбейтілгенде плюс болады. 16. Енді осы 16-ны минус 4-ке көбейткен кезде минус 64 болады. Қалғандарын ашықтамай қойын. Осылай жаза берем. 343 ол 7-нің 3 дәрежесі болады. Келесі минус 0,8 ол дегеніміз минус 0,2-нің 3 дәрежесі болады. Келесі минус 125-тен 1 ол дегеніміз минус 1/5-тің 3 дәрежесі. Келесі 4,27-ден 17. 27 4-ті 27-ге көбейтіп, оған 17-ні қоссақ, 125 болады. Енді бұнау 3, мына жерде 5. Яғни 3-тен 5-тің кубы болады. Осымен 20-шы есебіміз аяқталды. Егер түсінбесеңіздер, тағы бір қарап, асықпай қарасаңыздар болады.